Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сауатташу сабағымыздың тақырыбы денсаулық зор байлық, заттың атын білдіретін сөздер. Сабағымыздың оқу мақсаттары берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту, заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу. Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғары және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Енді балалар, сіздерге бірнеше сұрақ қояйын. Әріп дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Осы сұрақтарға жауапты мұғалімдерімізге жіберуді ұмытпайық. Енді заттың атын білдіретін сөздерге кім-кімдер, не-нелер деген сұрақтар қойылады. Балалар, 67-ші беттегі бірінші суретке қарайық. Не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, күн тәртібі берілген екен. Күн тәртібі сенің сергек болуыңа көмектеседі. Күн тәртібін сақтасаң, көп нәрсеге үлгересің. Қалай ойлайсың? Күн тәртібінің денсаулыққа қатысы бар ма? Денсаулық сөзін қалай түсінесің? Өз күн тәртібің туралы әңгімелеп, мұғаліміңе жіберуді ұмытпа. 68-ші беттегі екінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мектеп стадионда бір қария мен 7-8 жастағы бала күнде таңертең кездеседі. Қария түрлі жаттығулар жасайды, арасында жүгіріп те қояды. Ал бала болса, тек итін қадартып жүреді. Бірде бала қариядан осынша жасқа келсе де спортпен айналысуының себебін сұрайды. Балалар, қарияның берген жауабын айтып көр. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Олардың заттың атын білдіріп тұрғанын байқа. Яғни балалар, қарамен берілген сөздерге назар аударайықшы. Мектеп, дұрыс. Мектеп деген сөзге сұрақ қояйық. Не? Мектеп. Дұрыс. Қария. Кім? Қария. Жақсы. Кім? Бала. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не-нелер деген сұрақтар қойылады екен. Қарияның берген жауабын мұғалімдеріңізге жібереміз. Үшінші жаттығу 68-ші бет. Көркем жаз. Көркем етіп, әдемі етіп, дәптерімізге жазамыз. Төртінші жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Заттың атын білдіретін сөздерге сұрақ қой. Кел балалар, келіңдер, қолдарыңды беріңдер, мысық тышқан ойнайық. Бірақ араз болмайық. Балалар дәптерімізге көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді табамыз. Енді 5-ші жаттығуға қарайық. 69-ші беттегі суретке қарап, балалардың көңіл күйін анықта дейді. Сен бет әлпетіңді өлең мазмұны бойынша өзгертіп, әртүрлі көңіл күйде көрсет. Уф дедім, туф дедім, ой дедім, ах дедім, ех дедім, о дедім, дедім, дедім. Мен неге өйттім? Кім айтар себебін? Суреттегі балаларға қарайықшы. Көңіл күйлері қалай? Добы жарылып қалып, бір бала көңілсіз, ал екі бала қолын ұстап не істеп тұр? Күліп тұр екен. Жақсы, енді 70-ші беттегі бірінші жаттығу өлеңді жаттап ал. Дос бол сабын, сумен сен, жиі-жиі жуын сен. Таңертең де, кеште де, жуын күндіз, түсте де, жуын тамақ алдында, жуын тамақ соңында, жуын ұйықтар кезіңде, жуын тұрған мезгілде. Су мен сабыр бір жолдас, жоймас олар кір болмас. Өлең не туралы балалар? Дұрыс айтасыңдар. Сабын туралы, су туралы, тазалық туралы екен. Ал таза ұқыпты болу үшін не істеу керек?
дұрыс, сабынмен дос болып, жиі-жиі жуынып тұру керек екен. Сумен шынығу үшін не істейсің? Заттың атын білдіретін сөздерді тауып, дәптерімізге жазып, мұғалімімізге жібереміз. Екінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Не деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар, әрине су. Үшінші жаттығуға қарайық 70-ші беттегі. Ауа, су, күн, шаңғы, коньки сөздерін дәптерімізге әдемілеп, көркем етіп көшіріп жазамыз. Төртінші жаттығу 71-ші бет. Сызбаға қарап, не арқылы шынығуға болатынын тап. Суық сумен жуыну керек, шомылу керек, дұрыс айтасыңдар. Сосын жаттығулар жасау керек. Жақсы, ары қарай толықтырып, мұғалімімізге жібереміз. Осымен балалар, біздің сауат ашу сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.